шақырана баланы алдырт. Баланы алдыртады да қинайды. Қаяқтан үйрендің? Сиқыршыдан жоқ дейді. Сиқыршыдан үйренген жоқпын дейді. Қинайды ғой баланы. Қатты қинаған кезде кішкентай бала ғой ол. Айтып қояды жаңағы ғибадатшылық кісі. Бағана не деді? Саған үлкен сынақ келеді дейді. Сол кезде маған қарай жол сілтеме деді. Бірақ бала бәрібір әлсіздігін көрсетті. Айтқан сынба деп еді, сынып қалды деген сияқты. Сол аяқтан не істеді? Ғибадатшылық кісіні алып келді ғой, ұстады. Кім сендердің раббыларың деді ғой? Сенің де деді. Біздің де әлемнің де раббысы ол Алла деді. Қоя, менен басқаға иман келтірмейсіңдер ғой. Жақсы деді да. Жаңағы ғибадатшылық кісінің басына араны қоятын еді, ортасына. Кім раббың деді? Сенің де, менің де әлемнің де раббысы ол Алла деді. Кесіңдер деді. Арашыларға. Араларымен кесі, ғыртылар кесіп отырып не істеді дейді? Бөліп тастады дейді, екіге жаңағы ғибадатшылық кісі. Сиқыршыға жаңағы көз ашылып кеткен сарайдың қызметшісіне келді. Кім сенің раббың? Көріп тұр ғой анау не істейтінін? Сенің де, менің де әлемнің де раббысы ол Алла деді. Иман. Сөйтті де не істеді? Басының ортасына араны қойды да дырылдатып кесіп шықты ғой. Қолара ғой ол кезде. Балаға келді ғой. Кім сенің раббың? Сенің де, менің де әлем раббысы Алла деді. Жаңа нөкерлерге айтты, мына баланы алыңдар да дейді, таудың басына апарыңдар дейді. Ана хадисте шыңның атын айтады енді. Ұмытып қалыптым шың. Сол шыңға апарыңдар, пәлен деген шыңға. Сөйтіп, сол жерге барып сұраңдар дейді, раббысы кім екен. Егер мен айтса, онда жіберіңдер, Алла десе, онда лақтырыңдар дейді, құздың басына. Құздың басына барады да сұрайды ғой. Алла дейді ғой. Бала кішкентай бала алды. Алланы құздан лақтыруға әрекет жасаған кезінде Аллахумма кфинихим бима ши'та деді ғой. Я Алла, олардан мені өзің қалаған жолмен құтқара көрші деді. Дұға ғой. Бұл дұғаны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да айтқан. Қашан айтты? Қашан айтты? Шобаласып тұр бірақ. Шобаласып тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Меккеден Мединаға хижрет етіп бара жатқан кезде Сурақа ибн Мәлик деген кісі қуат, 100 түйе тігеді ғой пайғамбар басына. Сол қуып келе жатқан кезде пайғамбар кішкентай қалған кезде осы дұғаны айтады. Сол кезде атының екі аяғы кіріп кетеді деп, өзі жерге қадалады жаңағы Сурақа ибн Мәлик. Сол кезде пайғамбар Аллахумма кфинихим бима ши'та деген дұғаны айтты. Я Алла, бұлардан мені өзің қалаған жолмен құтқара көр дейді. Бұл дұға бәрімізге керек бұл. Өйткені өмір ғой, әркім зұлымдық шегіп қалу мүмкін да. Сол зұлымдық шеккен кездегі айтылатын екінші дұғаны өтіп жатырмыз біз, өткенде бірінші дұғаны айтқанбыз, ол не? Ибрахим алейхиссаламның хасби Аллаху ва ни'мал уакил деген. Сөйтеді де жаңағы дұғаны айтқан кезде құз сілкінеді былай. Құз сілкінген кезде нөкерлердің барлығы түсіп кетеді. Жерге дейін парша-парша шығады жаңағы нөкерлердің ше. Бала келе жатты дейді, сарайды ішке кіріп келеді. Не болды? Кафани Алла, маған Алла жеткілікті болды дейді. Жа бала. Алла маған жеткілікті болды. Келесі топ нөкерлерді шақырады да теңіздің ортасына апарыңдар дейді. Кемемен теңіздің ортасына апарыңдар да сұраңдар кімге сыйынады. Мен десе жіберіңдер, Алла десе лақтырыңдар дейді теңіздің ортасына. Кішкентай кемемен апарады да сұрайды, кім сенің раббың? Алла. Сөйтеді де ана баланы теңізден лақтыруға ыңғайланған кезде Аллахумма кфинихим бима ши'та дейді жа бала. Төңкерлет кеме төңкерлетті ананың барлығы теңіздің ортасына батып кетеді суға. Бала теңізден келеді аман есен. Сарайға келеді айтады ғой, патшеке дейді, мені өлтіре алмайсың бәрібір дейді. Мен саған өзім айтайын дейді, мен қалай өлтірем? Жап-жас бала. Мен қорамсағымнан, өзімнің қорамсағымнан жебені ал дейді. Сөйтті бүкіл қауымды, халқың барлығын бір төбенің басына жина дейді. Ешкім қалып қоймасын. Сол төбенің жанына бір бағанаға мені байла, жаңа менен алынған жебемен осы баланың раббысы болған Алла тағаланың атымен деп маңдайымнан ат дейді. Сол кезде ғана өлтіресің дейді. Сонымен уәзірлер айтады, істеме олай патшеке дейді. Ананың бәрі қазір иманға келеді дейді. Құрту керек мына баланы істеңдер дейді. Ашу іске қосылған кезде ақыл іске қосылмай қалады ғой. Сөйтеді де бұл бүкіл халықты шығарады. Баланы бәрі көріп тұр халықтың не болып жатқанын. Баланың қорамсағынан жебені алады. Осы баланың раббысы
Алла тағаланың атымен дейді атады ғой. Жебе тура баланың маңдайына келіп қадалады ше. Бала жебені ұстайды да, бүйтіп қолмен ұстайды да, сол жерден істейді, жан тапсырады. Бүкіл халық не деп айқайлайды ана жерде? Аманна би рабби хазал гулам деп айтады. Осы баланың Раббысы Аллахқа